Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сабақтың тақырыбы ер есімі, ел есінде. Тема сегодняшнего урока – имя героя памяти народа. Казахский язык для учащихся 5 классов. Учебник қазақ тілі мен әдебиеті бәйшешек оқулығы. Сабақтың мақсаты, цель урока, мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау, определить основную информацию в тексте, ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту. При составлении устного текста обращать внимание на специфические звуки казахского языка, также на закон сингармонизма. Ну а прежде чем приступить к тексту, обратимся к новым словам, которые будут встречаться в тексте. Жаңа сөздер, новые слова запишите в словарь. С новыми словами постарайтесь составить словосочетание, предложение. Ерлік, героизм, ауыр күндер, тяжелые дни, қазақ жауынгерлері, казахские войны, қамал, крепость. Мәтінмен жұмыс, работа с текстом. Ұлы отан соғысы халқымыз үшін ең ауыр күндер болды. Великая Отечественная война была самыми тяжелыми днями для народа. 4 жыл 1418 тәулік бойы соғыс жүріп жатты. Война продолжалась 4 года, 1418 сутков. Бір күшке жиналған орыс пен тәжік, грузин, белорус, қазақ пен украин сынды ұлттар жауға қарсы соғысты. Объединившись, русские и таджики, грузины и белорусы, казахи и украинцы сражались против врага. Өз жері мен отаны үшін, келешек ұрпағы үшін аянбады. Они не жалели себя для будущего поколения, за свою землю, за родину. Ұлы отан соғысында қазақ жауынгерлері көптеген ерлік көрсетті. Во время Великой Отечественной войны казахские воины показали свой героизм. Ер жүрек жауынгерлер Брест қамалынан бастап Берлинге дейін жетті. Отважные воины, начиная с Брестского крепости, дошли до Берлина. Олар Сталинград түбіндегі жертөлелерде, Днепр өткелінде, Москва мен Ленинград үшін болған ауыр шайқастарда батырлық танытты. Они показали свой подвиг в тяжелых боях за Москву и Ленинград на Днепрском мосту, в битве под Сталинградом. Украинаны, Прибалтиканы, Крымды, Белоруссияны, Кавказды жаудан тазартты. Очистили от врагов Украину, Прибалтику, Крым, Белоруссию, Кавказ. Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Германияда жеңіс туын көтерді. Подняли флаг победы в Польше, в Болгарии, в Румынии, в Венгрии, Чехословакии, в Германии. Сол отты жылдарда рухы күшті отандастарымыз араласпаған бірде-бір шайқас болмады. В те огненные года не осталось ни одного соотечественника, который бы не участвовал в битвах.
Ал енді оқушылар мәтін бойынша тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтаңдар. А теперь по тексту задания нужно определить основную информацию из текста. Даны 3 предложения, с которых вы должны определить основную информацию, которая говорилась в тексте. Ұлы отан соғысында қазақ жауынгерлері қатыспады. Ұлы отан соғысы күні ауыр күндер болмады. Ұлы отан соғысында қазақ жауынгерлері көптеген ерлік көрсетті. Ал енді оқушылар қалай ойлайсыңдар? Осы үш сөйлемнен мәтіннің негізгі ақпаратты анықтайтын қандай сөйлем таңдар едіңдер? Ребята, какое бы вы предложение выбрали из 3 данных предложений, которое определяет основную информацию текста? Әрине, оқушылар, Ұлы отан соғысында қазақ жауынгерлері көптеген ерлік көрсетті деген сөйлем дұрыс болады. Конечно же, ребята, правильным ответом будет предложение Ұлы отан соғысында қазақ жауынгерлері көптеген ерлік көрсетті. Во время Великой Отечественной войны казахские воины показали много подвига, героизма. Это будет правильный ответ, то есть основная информация данного текста. Келесі тапсырма, екінші тапсырма, ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айтыңдар. Второе задание, ребята. При составлении устного текста обратить внимание на произношение специфических звуков и на закон сингармонизма. Ребята, даны 6 вопросов. Отвечая на эти 6 вопросов, вы должны составить устный текст, то есть устно ответить на вопросы. Ұлы отан соғысы қанша уақытқа созылды? Сколько времени продлилась Великая Отечественная война? Ұлы отан соғысы қай жылы, қай күні, қай айда басталды? В каком году, месяце и число, когда началась Великая Отечественная война? Қазақстандық батырларды ата. Перечислите казахских батыров, то есть героев. Ұлы отан соғысына еліміздегі қандай ұлт өкілдері қатысты? Какие представители нации нашей страны участвовали в Великой Отечественной войне? Ұлы отан соғысында ерлік көрсеткен қандай батырларды білесің? Каких героев знаешь, которые показали свой подвиг во время Великой Отечественной войны? Қазіргі кезде қандай ерлік жасауға болады? Какой подвиг можно совершить сейчас, в наше время? Оқушылар, осы сұрақтарға жауап беру арқылы ауызша мәтін құрастырыңдар. Ребята, отвечая на эти вопросы, составьте устный текст. И при составлении, пожалуйста, обратите внимание на произношение специфических звуков, также на закон сингармонизма.